Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Бүгін керемет болып жасалатын мантыны рецептімен бөлісемін. Туралған етпен жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қажетті ингредиент астына жазып кетемін. Алдыменен мен сиыр етін қолдандым. Сиыр етін ұсақ етіп турап аламыз. Қыздар, тек қана етті емес, сонымен қатар сиыр етін майында қостым. Сонда жаңағы сочный болып шығады. Міне осылай етіп ұсақ етіп турап аласыздар. Міндетті түрде осындай ұсақ етіп турау керек болады. Кейін картопты мен ашып дайындап қойдым. Картопты ұсақ етіп, дәл етті турағандай етіп тұрып турайсыздар. Жалпы әрқашан тартылған етпен жасайтынмын, бірақ осы жолы туралған етпен жасамақ болып шықтым. Қыздар, енді өте керемет болып шықты. Бұл таза менің жеке отзывым. Осылай ұсақ етіп тұрып, картопты турап алып, етіміздің үстіне саламыз. Енді пиязымызды турайтын боламыз. Қыздар, мен үлкен бір пияз қолдандым. Жалпы егерде қолданып жатқан пияздарыңыз кішкентай болса, 2 пияз қолдануға болады. Мен көлемі жағынан үлкен қолданғандықтан тек қана біреуін қолдандым. Пиязды да ұсақ етіп тураймыз. Маған жалпы ірілеу етіп тураған ұнайды. Жалпы тамақта пияздың ірі болған ұнайды. Сол себептен мен мейлінше ұсақ етуге тырыстым. Пиязымызды да турап, жаңағы картоптың үстіне саламыз. Кейін орам жапырақты алып ұсақ етіп турайсыздар. Жалпы орам жапырақты қоспау өздеріңіз қалауларыңыз бойынша, бірақ мен әрқашан картопты да орам жапырақты да қосамын. Біріншіден өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Ұсақ етіп турайсыздар. Өте ұсақ болуы тиіс, әсіресе орам жапырағы. Мен қажетті ингредиенттердің көлемін барлығын астына жазып кеттім. Енді сұйық майымызды құямыз. Мен көз мөлшеріменен құйдым, шамамен 2 ас қасықтай. Кейін дәміне қарай бұрыш және де тұз себеміз. Мен нақты өлшемін айта алмаймын, қыздар, мен күні әрқашан тұз бен бұрышты көз мөлшерімен қосам. Кейін жақсылап тұрып қасықпен араластырып аламыз. бір 10 минутке қоя тұрасыздар. Кейін жаңағы етіміз дайын, жасай беруімізге болады. Енді қамыры, жалпы қыздар, мен астына сілтемесін қалдырып кетемін. 5 бармаққа жасалатын қамырдай етіп жасадым. Тек жаңа 2 жұмыртқа қостым. Осы қамырды 4 бөлікке бөлемін. Міне 4 бөлікке бөліп алдым. 4 бөлікке бөлесіздер дағы жаймаға жайғандай етіп жаясыздар. Тек кішкене қалыңдау етіп жаю керек болады. Жаймаға жайғаннан сәл қалыңдау болу тиіс. Қазір мен нанымды енді оқтаменен жаятын болам. Міне, қыздар, жайып алдым. Мен 4 бұрышты етіп кесіп турап жасайым. Бұлайынан менде штативім сынып қалғандықтан кішкене ыңғайсыздау болды. Жаңағы 4 бұрышты етіп турайсыздар да ортасына етін салып, осылайынан жиып аласыздар. Өздеріңіздің әдістеріңіз бойынша түйелеріңізге болады. Күнделікті өмірде қандай әдіспен тиесіздер. Міне осындай болып піседі. Мен шамамен
жарты сағаттан кейін ашып қарағанда осылай болып пісіп жатты. Жалпы менде 1 сағат 20 минуттың ішінде дайын болып пісті. Өте керемет болады. Міндетті түрде мантоварканың астына май жағасыздар. Осындай күшті болып шығады. Іші міне осындай сочный болып шығады. Наны деген жұқалау етсеңіздер, міне өте күшті дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Әрқашан осы рецепті жасаймын. Жалпы ешқашан жаңағы көңілім қалып қойған емес. Сол себепті жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған мен Райхан.